сол апай рахметімді айтайын деп, иә, сол жаңа кардицепсті алайын, клюкваны алайын, сосын жаңа поезд алайын деп келіп отырмын. Телефоннан андай жеткізе алмадым, шын айтсам ше. Сол 4-ші күні ақ сізге жеткізгім ақ келді. Ана қанша адамдардың статусын қарап отырамын да, ана адамдарға ем қонып жатқан кезде өзім қуанып отырамын ғой, адамдар үшін бар емес па? Өзім үшін қуанып отырамын. 2 сыл беріңіз, иә? Кигізіп көрейін ба? Көрейік апай. Так. Оп, промала. Осыны мен 3-ші талып жатырмын, байқайсыз ба? Иә. Енді бәрі алғаныңызды беріп жібересіз ғой. Иә, солай айтамын. 3-ші талып жатырмын. Жаныңыз ашып беріп жібересіз ғой. Мінекей, мынау енді беліңізге осылай тағасыз. Мінекей бір айналдырып жіберейін көкем. Мынау өзі белде, сегіз көз, мынау жаңағы киімшақ дейміз да, мінекей, мынау 2 ұшы, иә. Ал енді қазір мен сізге тағы да көрсетемін. Мынадай вариант қылып тақсаңыз, мінекей, мынау міне енді бетіп тақсаңыз, бұндай жағдайда да сіздің арқаңыздағы проблемаларды емдей береді. Ал енді асқазаныңызды емдегіңіз келген жағдайда бері қарасаңыз болады, мұны былай тағамыз. Видите, мұны өтті де емдейді, өттегі тасты да ерітіп жібереді. Талай адамдікі еріп, ағып кетіп жатыр өтіндегі тасы. Ал енді мінекей былай тақсаңыз, мін, көрдіңіз ба? Все, половой системаның бәрін емдейді тоже. Мынандай кейде бір мына жері ауырып жатады ғой. Сол кезде жүгіріп бардым. Білмеймін қандай құдіреті бар екен, бар емес па? Лезде. Біз оларды ойлаймыз дегенде ғой. Иә, рас. Сонымен мынау екілігіңіз действительно өте қатты көмектесті, мен айтамын. Бірінші Алла, екінші осы корпорацияға, оны ортасында дәнекер болып тұрған сізге рахмет, апай, рахмет. Осындай проблемамен ауырып жүрген келіншектер көп қой. Иә, көбісі білмейді, немесе көбісі қымбатсынады, бір сөзбен айтқан кезде. Кейде бағасын айтсам шошып кетеді. Айтам, уже 45-тен асқаннан кейін уже оның бағасына қараудың керегі жоқ сияқты. Денің сау болып қартайғанға не жетсін деймін да. Мысалға, жилет 45 мың теңге ғой, например. Иә. Адамдар оны ойлайды да, былай бір естіген құлаққа, бұл біздің Қазақстанның экономикасына орай, халықтың оплатасы дейміз ғой, халықтың мемлекеттен алатын айлық табыстарына орай. Бізде низкий ғой. Негізі корпорация оны наоборот халыққа қолжетімді қылып жасаған. Мысалы, бұл жилет $100. Но $100 болғанына 31 жыл болды. Көрдіңіз ба? $100 мысалға уақытысында $100 курсы 100-дің кезінде бұл 10 мың болды. Қазір мысалға әлі 450 мен тұр ғой. Но нарықта 520 үстінде, иә. Енді 45 мың теңгені мысалы 3 жылға шаққанда 15 мың теңге. Енді бұнда 8 бірдей врачтың жұмысы бар. Және ол өмірдегіден 5 есе артық. Әрі табиғи жолмен, иә. Сонда бұны 8 бірдей дәрігердің қызметіне шаққанда 1875 теңге. Енді бір жылда 365 күн бар. Егер біз 365 күнге шақсақ, күндігіне 5 теңгеге жұмыс істеп тұр. 5 теңгеге біз не сатып ала аламыз? Спичка сатып аламаймыз. Бірақ сіз не выходя из дома емделіп жатырсыз. Не выходя из дома, иә. Бір қалаға шығып 100 мың жолға расход шығарған жоқсыз. Бір клиникаға барып, одан айығасыз ба, айықпайсыз ба, временно процесті тоқтатады ма, тек обезвалить ете ма, просто поддерживать ете ма. Никакой ол жерде сізде улучшение болмайды, но замораживание жүреді. Да, мұна? И оның өзіне сіз 300 төлейсіз ба, 400 төлейсіз ба, мысалы, да, мұна? Рас. Да, бірақ қайтып келдіңіз, но сіздің проблемаңыз с собой келеді өзіңізбен, да, мұна? А оның қасында 5 теңгеге емдеп алу, это дарым. Рас. Еще бұл жилетті үйде қанша адам киеді. Анаған шаншу тиіп қалады, мынау душқа түсіп салқындап қалады. Анау жөтеліп жатады, мысалы да, мінекей. Мынау шаршап келеді. Сонда ананы киген кезде, қай күні Мадия мырзаның өзі айтады ғой маған. Тез пластыр жапсырыңызшы, футболка қайда дейді. Болды, үндемейді. Значит, мұздай су ішті, или сквознякта кондиционерде отырып қалды. Сразу тарс етіп тағып алды, жапсырып алды. Одан кейін не болды деп мен де сұраған жоқпын. Или болмаса ол ауырдым деп те айтқан жоқ. Чудо деген осы ғой. Шүкір, иә. Құранда да жазылған ғой, мен айтсам, Қытай қанша деген ежелден дамып келе жатқан мемлекет қой. Енді 5 мың жылға озық қой. Иә, 5 мың жылға озық, иә, рас.